Апта сайынғы жаңалықтар. Алғашқы шығарылым. Бүгінгі шығарылымда iPhone 13 қандай болады? Windows 11 мен оның соңғы жаңартылуы және Nintendo Switch-тің жаңа мықты конкуренті. Сіздер үшін суретін мен Айдарбек, суретін Алпамыс, 399 арнасы, кеттік. iPhone 13. Барлық инсайдерлердің айтуы бойынша, жаңа iPhone-ды Apple компаниясы барлық қырынан кішкенеден өзгертпек. Және олардан керемет бір таңғалдырар нәрсені күтудің қажеті жоқ. Әдеттегідей камерасын жаңартады, жаңа реттік нөмірі бар процессорын шығарады, сыртқы келбеті де қатты өзгеріске ұшырамайтыны анық. Себебі былтыр ғана Apple iPhone 12-ні жаңа дизайнмен шығарған еді. Бірақ кішкене болса да өзгерістер болуы сөзсіз. Әйтпесе жұртқа қолыңдағы iPhone-ның 12-ші емес 13-ші екенін қалай көрсетесіз? Көптеген инсайдерлердің ақпараттарына қарағанда, жаңа iPhone-ның камералары диагональды орналаспақшы. Ал камералардың блогы толығымен 1 мм-ге артық шығып тұрмақшы. Ал алдыңғы экрандағы кекілін айтатын болса, оның ені 3/1 бөлігіне қысқаратын болады. Әрине, Apple былтырғы дизайнды өзгертпегеннің өзінде жаңа iPhone-ның айрықшалығын анық ету керек. Сондықтан Apple-дан күтілетін ең ықтимал өзгеріс ол жаңа түстерді енгізу. Ал солардың арасындағы ең болжамдысы раушан. Әрине, нақты реңкінің қандай болатынын әлі ешкім де білмейді. Бірақ болжамдар бойынша AirPods Max-тың раушан моделіндей болуы ықтимал. Аса қуануға асық болмаңыздар. Раушан түстің болатынына ешқандай кепілдік жоқ. Себебі соған ұқсас жағдай қызыл-сары түспен болғанға ұқсайды. Бір ақпарат көзі қызыл-сары түсті енгізу ойы болғанымен, сол түс прототиптеу сатысынан ары өтпеген дейді. Егер Apple дәстүрлеріне берік болса, жаңа iPhone қыркүйектің 7-сі немесе 14-сі көрсетіліп, 1-2 аптадан соң жарық көреді. Еске ала кететін үлкен оқиға. 24 маусымда Microsoft компаниясы Windows-тың жаңа нұсқасын ұсынған болатын. Windows 11. Операциялық жүйенің жаңа нұсқасына көшу тегін болады. Дәл солай кезінде Windows-тың 8.1 нұсқасын қолданушылар 10-шы нұсқаға тегін ауысқан еді. Алайда Windows-тың ресми Twitter аккаунты 11-шы нұсқаның шығу уақыты 2021 жылдың соңына екен. Ал 10-шы нұсқадан 11-шы нұсқаға ауысу процестерін 2022 жылда қосатындарын мәлімдейді. Бірден көзге түсетін дизайн өзгерістері ол мөлдір терезелер мен сол терезелердің жадағайланған жиектері. Бұл маған кезіндегі жетінші Windows-ты есіме салады. Ал ортаға көшкен пуск батырмасы мен қолданбалардың белгілері macOS-ты есіме түсіреді. Егер осы өзгеріс қазірден ақ сіздерге ұнамай жатқан болса, уайымдамаңыздар. Баптаудың ішінде оны үйреншікті сол жақ бұрышқа қайтан қойып алуға болады. Windows-тың жаңа нұсқасынан ең көп пайда көретіндердің қатарында бірнеше монитор қолданушылар және Windows операциялық жүйесі орнатылған планшеттерді қолданушылар. Қазіргі уақытта Windows 11 тестілеу сатысында және арасында жаңартылып тұрады. Өткен аптада шыққан соңғы жаңартылуда жаңартылған іздеу функциясына тез жету батырмасын тапсырмалар панеліне қайтарды және жұмыс үстелінде тінтуірдің оң жақ батырмасын басқандағы қайта басатын сүйікті обновить батырмасын қайттан орнына әкеліп қойды. Қысқасы, әйтеуір жаңа версияны айрықшаландыратын немесе жай өзгеріс үшін жасалған ақылға қонбайтын өзгерістерді қайтарумен айналысқан сияқты. Біз де өз көзімізбен көргіміз келгендіктен интернетті шарлап, тесттік жинақты қойып көрдік. Бірақ өкінішке орай біріншіден тым ұзақ орнатылды, екіншіден құпия сөзді тергеннен кейін ары қарай ештеңе істей алмадық. Ал әзірше Microsoft-тың ресми бета жинағының шығуын күтеміз. Ақыры орындалды. Дүние жаңа тасымалды ойын консолін көретін болды. Нақтырақ айтсақ, ойын компьютерін көретін болды. Valve Steam Deck'ті жариялады. Нарықтағы тура бәсекелестерінің Nintendo Switch-не қарағанда, Valve толық функционалды компьютерді уәде етіп отыр. Алғашқы көзқарас бойынша Steam Deck Steam ойынханаңыздағы сүйікті ойындарыңызды кез келген жердеуге ойнауға арналған тасымалды дербес компьютер моноблогы. Жаңа, мықты және ыңғайлы форм-факторда заманауи консольдік интерфейспен, екі жағынан трекпадымен және 7 дюймдік мультитач экранымен Valve-тың Steam OS операциялық жүйесінің модификацияланған түрінде жұмыс істейтін болады. Steam Deck'ті кәдімгі толыққанды компьютер ретінде қолдануға да болады. Тіпті Windows-ты да қойып алуға болады. Бірақ оның керегі жоқ сияқты. Ал геймпадпен ойнауға болмайтын, немесе тек қана тінтуірмен пернетақта арқылы ойнайтын ойындармен жағдай қалай болмақ? Тінтуірмен пернетақтаны қосып алуға болады. Тіпті USB рульді қосып алуға болады. Кәдімгі дербес компьютердегідей істейтін болады. Теледидар мен мониторға да қосып алуға болады. Steam Deck'тің шығарылымы осы жылдың желтоқсанына жоспарланған. $399 бастапқы моделін сатып алуға болады. 64 гигабайттық eMMC жады және қаптауы. $529 ортаншы моделін сатып алуға болады. 256 гигабайт SSD жады, қаптауы және Steam профиліңізге эксклюзивті бонустар.
және $649 максималды комплектін сатып алуға болады. 512 гигабайт SSD жады, эксклюзивті қаптауы, күнге шағылыспайтын арнайы премиум әйнегі, Steam профиліңізге эксклюзивті бонустар және виртуалды пернетақтаның эксклюзивті дизайны. Үш құрылысымен Valve AMD компаниясымен серіктестікте айналысады. Себебі жаңа құрылғыға айрықша процессор керек, ал оның ең басты критерийі энергияны тиімді қолдану. Жұмыс уақытын айтатын болсақ, Valve-тың мәлімдеуінше, толық жүктемелі күйінде ойнауға 2-3 сағатқа жетеді. Ал видео көруге, жеңіл жүктемелі ойындарды ойнауға 7-8 сағаттай уақытқа жетеді. Айтпақшы, жадын флеш-картамен кеңейтуге болады. Valve Steam Deckті жариялаумен Nintendo компаниясын терлеткен болар. Олардың соңғы жариялаған соңғы Nintendo Switch OLED құрылғысы тіпті ең берік жанкүйерлерінің көңілін қалдырды. Бәсекелестік прогресске жол ашады. Тасымалды ойын құрылғыларының нарығына Valve нық қадам басып кіріп жатыр. Nintendo-ның жанкүйерлері үшін осы бәсекелестік компанияға жақсы жағынан әсер етеді деген, ал Valve-тың жанкүйерлері үшін кезекті инновациялық керемет ойын құрылғысын шығару талпынысы сәтсіздікке ұшырамайды деген үміттемін. Steam Deckке алдын ала тапсырыс беру ашық, бірақ әдеттегідей біздің мемлекетімізде әлі мүмкіндік жоқ. Алайда Еуропа немесе Америка тұрғыны болсаңыз, жолыңыз ашық. Бірақ айта кету керек, тапсырыс берген адамдардың саны тым көп болғандықтан 512 гигабайттық максималды комплектіге резерв жасау мүмкін емес. Ал 64 гигабайттық бастапқы модельді тіпті SSD емес тапсырыс беру бір түрі сияқты. Осымен апта сайынғы жаңалықтардың алғашқы шығарылымы өз мәресіне жетті. Комментарийге шығарылым жайлы пікірлеріңізді және тағы басқа қандай саланың жаңалықтарын тыңдар едіңіздер, жазып кетіңіздер. Видеоға лайк басып, канал мен әлеуметтік жүйелерімізге жазылсаңыздар, біз үшін үлкен бір қолдау болар еді. Сіздермен болған Айдарбек, 399 арнасы. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.